Ё-моё, так осалма. Жаңбыр жауып жатыр ғой что-то. Так. Мынау кім? Опа, түсек көліктен қорқынышты ауыл ғой. Ё-моё, так. Видеом қосылып тұр. Так, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Джинго. Қалайсыңдар достар? Бүгін біздер дейтін бір басқа бір ауылға келдік достар. Мен бүгін скинімді ауыстырып, шамалы скинімді ауыстырып, бір шериф сияқты киініп келдім достар. Бұл ауылда көп түсініксіз жағдайлар болып жатыр дейді. Маған бір жетіл хабарласып айтты, сен сол жағдайды анықтап берші, не болып жатыр деп. Бүгін достар біз сол жағдайды анықтайтын боламыз. Ал ендеше сіздер лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп, коммент жазып отырыңыздар. Так, достар, енді осы жақтағы ауыл деді. Мен бір жетілдерден сұрап көрейін. Так, мына жетілден сұрап көрейікші. Так, ассалаумағалейкум жетіл. Уағалейкум ассалам. Сен кімсің? Жетіл, мен ана не? Сіздер осы ауылға мені шақырдыңыздар ғой. Бір түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Келші деп сіздер солай шақырдыңыздар ғой. Я. Мен сол біз Галем екеуміз бірге осы ауылды күзетеміз. Мен бірақ өзімді көздейтсам бар, сол жұмыспен айналысушы едім. Түсініксіз жағдайлар көп болғандықтан біз Галем екеуміз күзететін болдық. Енді не түсініксіз жағдай айтып жіберсеңіз? Білмеймін, бізде анаяқта бір үй бар болатын. Сол үйден біртүрлі звуктар шығып, түнде біреулерді айқайлағаны естіліп, бәрімізді қорқытады. Жақсы, қай екенін айтып жіберсеңіз? Анау артыңда тұрған үй. Қайсы, мынау ма? Кән? Қайсы? Анау ауылдың шетінде тұр ғой. Кән? Қайсы, мынау ма? Мынау ма? Так, осы үй ғой, да? Так. Оп. Так, бұл үйде ешкім жоқ қой что-то. Так, жетілге айтайыншы. Бұл үйде ешкім жоқ, бұл үйдің иесі қайда екен? Май, жаңбыр деген құйып жатыр далада. Так, жетіл қаяқта? Так, жетіл, бұл ауылдың иесі қайда? Бұл ауылдың иесі дейтін. Бұл ауылдың иесі деген қалай еді? Ана үйдің иесін айтам. Ол үйдің иесі көшіп кетті басқа ауылға. Сенен басқа жетілдер қалды ма бұл ауылда? Қалған, барлығы ұйықтап жатыр. Біз кезек-кезекпен осы ауылды осылай Галеммен бірге күзетеміз. Дұрыс. Так, онда мен анықтауым керек оны. Так, кімнен сұрайын? Біреуден сұрап көрейін. Мынау үйде... Опа, бұл үйде біреу бар сияқты. Так, кіруге бола ма? Кіре беріңіз. Так. Аға, мен сізден бірдеңе сұрайын деп келіп едім. Сұрай бере ғой, мен что-то ауырып жатырмын. Сіздің мына арт жағыңыздағы үй ма не? Сол үйден біртүрлі звуктар шығып деп, сіздер мені шақырған болыпсыздар. Енді мен соны анықтайын деп келіп отырмын. Бауырым, сол жерден біртүрлі звуктар шықты. Ол үйдің иесі өте қызық болып, бұл ауылдан тезірек көшіп кетті. Дұрыс. Енді сол үйде сіздер ештеңе жоқ, мен жаңа көрдім. Ештеңе жоқ сияқты ол үйде. Білмейміз, дәл сол үйден біртүрлі звуктар шығады. Күнде шығады, қазірде шығуы мүмкін. Дұрыс, жақсы, рахмет. Так, біртүрлі звуктар шығады дейм ба? Так, онда анықтамасақ болмайды. Так, мен көлігіме барып, көлігін кілттеп қайтайын құрсын. Тағы жетілдерін өліп бірден өп кетпесін. Так, хоппа, оп, так, опа, так, кілтін алайын. Так, мына ерді кілттеп сайық. Мінекей. Жақсы. Так, онда мына үйге кіріп бастау керек бізге. Так, опа, так. Келдік. Так. Кірейік, кәне бұл үйді жақсылап анықтап отырып қарау керек бізге. Так, мұның артында бірдеңе болуы мүмкін. Оп. Так, бұл жерде ештеңе жоқ. Так, значит, осы жерде болды ғой. Так.
Опа, ойбай, мына төсек деген. Ой, зіл ғой. Түсуге батылым жетпей тұр. Достар, сіздер енді лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Опа деп түсіп көрейік. Ей. Ема, ненің звугы шықты? Не ерде так. Что-то. Қайдан шығайыншы, қой құрсын. Так, ема. Ема. Так. Қой, мен қорқпайым, шерифпін емес пе, кіруім керек. Қой құрсын, кірейік онда. Телефоным өзімен бірге ма менің? Бірге екен. Кәсін аше. Полицияға хабарласамыз. Бірдеңе болып жатса. Кән кіріп көрейік. Ема! Йопта! Мына ерге не болған, ей? Не мынау? Суретке түсіріп алайын. Опа. Ема! Ема! Не істеген, ей? Мә, қой құрсын барлығын суретке тартып алайын. Опа. Ей, менің дауыс шықты. Нерде есік? Чошта қорқып тұрмын. Есің жина, жеңго, есіңді жина. Кірім керек, мен болмайтын аған. Анықтауым керек. Ема, но не? Ё-моё. Ема, жарғанат. Ё, красота. Ема, ей, кет құры. Адамдардың трупы жатыр ғой нерде. Ема. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, не болып атқанын. Мен өзімде что-то түсінбей жатырмын, достар. Мен қазір полиция шақырайын, достар. Не болып атыр? Қой құрсын, достар. Тез нерден шығайыншы. Полицияға звондау керек маған. Ема, нерде ашады? Нерде тұр екен? Қой құрсын, достар. Тезірек шығайық. Бәрін қазір. Опа, осы үйді суретке тарту керек маған. Опа, жақсы. Есігін жауып, полицияға звондайын. Опа, алло. Полиция ма? Полиция бөлімшесі ғой. Мен сіздерге бұл деревня 13-ші ауылда, қалаға жақын орналасқан жердегі ауылда бір түсініксіз жайттар болып отыр. Қалың кісі өлтіріп кеткен ба, бірдеңе болып отыр. Тезірек осы жерге келіңіздерші. Жақсы, давай. Жақсы. Достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, не болып атқанын егерде. Мен де өзім шок болып атырмын, просто шок болып атырмын, достар. Ендеше, осындай видеолар көп шыққанын қаласаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Жеңго. Ал ендеше барлығыңыздарға пока-пока, чау. Ё-моё.